Айгүл Алматының Қарбалас көшелеріндегі үлкен университеттің студенті болатын. Ол экономика факультетінде оқып, болашағынан үлкен үміт күтетін. Бірінші курста жатақханаға орналасқан күні оның өміріне Диана есімді қыз кірді. Диана сол бөлменің екінші тұрғыны болып шықты. Ұзын бойлы, қара шашты, күлімдеген көздері бар, әрқашан сөйлесуге дайын қыз. Алғашқы күні ақ екеуі бір-бірімен тіл табысып кетті. Айгүл өзінің ауылдан келгенін, ата-анасының жалғыз қыз екенін айтса, Диана қалалық, әкесі бизнесмен, анасы мұғалім екенін жасырмай айтты. Кешке екеуі бір төсекке отырып, шай ішіп, өмір туралы әңгімелесті. Диана күліп, сен менің қарындасым боласың, Айгүл, енді біз ешқашан жалғыз болмаймыз деді. Сол күннен бастап олардың достығы мықты болды. Бірлесіп емтиханға дайындалатын, бір-бірінің лекциясын жазып беретін, демалыс күндері қаладағы саябақтарға барып суретке түсетін. Айгүл Дианаға өзінің арманын айтатын, мен үлкен компанияда жұмыс істеп, өзімнің бизнесімді ашқым келеді. Диана оны қолдап, сен міндетті түрде жетістікке жетесің, мен сенің қасыңда боламын дейтін. Уақыт өте келе олар мектептегі сияқты емес, нағыз жан досына айналды. Айгүлдің туған күнінде Диана оған әдемі көйлек сыйлады, ал Диананың емтиханы нашар өткен күні Айгүл түнімен онымен бірге отырып, көңілін көтерді. Олар бір-біріне барлық құпияларын айтатын. Айгүлдің алғашқы махаббаты туралы да Диана білетін. Университетті бітіргеннен кейін Айгүлдің өмірі өзгерді. Ол ірі банкте жұмысқа орналасты, жалақысы жақсы, мансабы өсіп келеді. Сол кезде Ерболмен танысты. Ербол жоғары бойлы, сымбатты, ақылды жігіт, компаниясында жұмыс істейтін. Олардың танысуы кездейсоқ болды, ортақ досының туған күнінде. Ербол Айгүлге бірден ұнады. Оның мейірімді күлкісі, сөйлегендегі байсалдылығы жүрегін жаулап алды. Диана бұл қарым-қатынасты бірінші болып қолдады. Ол саған лайықты, Айгүл, мен оны жақсы көремін деді ол. Үйлену тойына дейін Диана барлық ұйымдастыруға көмектесті, көйлек таңдау, қонақтар тізімі, тіпті тойдың декорациясына дейін. Той күні Диана Айгүлдің қасында тұрып, сен ең бақытты қызсың деп құшақтады. Үйленгеннен кейін 3 жыл бойы Айгүлдің өмірі шынымен бақытты болды. Ербол жұмыстан кеш келсе де, үйге гүл алып келетін. Демалыс күндері үшеуі Айгүл, Ербол және Диана бірге демалатын. Диана олардың үйіне жиі келетін, кейде түнімен қонақта қалып, таңертең бірге таңғы ас ішетін. Айгүл Дианаға жұмыста көмектесті, оны өз банкінде маркетинг бөліміне алып келді. Диана да риза болып, сен менің өмірімді өзгерттің дейтін. Бірақ осы 3 жыл ішінде кішкентай белгілер болды. Ербол Дианамен телефонмен көп сөйлесетін, құрбыңа көмектесемін деп. Айгүл мұны қалыпты деп ойлады. Олар да дос қой дейтін ішінен, бір күні Айгүл сапардан ерте оралды. Үйге кіргенде Ербол мен Диана диванда отырып күліп әңгімелесіп отырған. Үстелде шарап бөтелкесі мен 2 бокал тұр. Айгүлдің жүрегі бір сәт тоқтап қалды. Ой, келдің бе? Біз сені күтіп отырмыз ғой, деді Ербол күлімдеп. Диана да орнынан тұрып Айгүлді құшақтады. Бірақ Айгүлдің ішінде бір нәрсе сыздап тұрды. Кешке Ерболдың телефонында Дианамен хат алмасу тарихын көрді. Хаттар көп, күнде дерлік. Бүгін кешке кел, Айгүл жоқ қой деген сөздер де бар еді. Айгүл сұрағанда Ербол жай ғана әзіл деп күлді. Айгүл түнімен ұйықтай алмады. Бұл тек дос қарым-қатынасы ғой деп өзін алдады. Бірақ күдік жүрегінде от болып жанды. Айгүл келесі сапарға кеткенде Диана Ерболға қолдау көрсетті. Айгүл әлеуметтік желіден олардың бірге түсірген суреттерін көрді, мейрамханада, саябақта. Диана постқа ең жақсы досымның күйеуімен уақыт өткізу деп жазған. Комментарийлерде қандай әдемі жұп деген сөздер шықты. Айгүл қайтып келгенде Дианадан сұрады. Диана күліп, қызғаншақ болмашы, Айгүл, мен сенің құрбымын ғой. Ерболды сен үшін қорғап жүрмін деді. Айгүл сенгісі келді, бірақ ішкі даусы күдікті күшейтті. Бір аптадан кейін Айгүл Ерболдың қалтасынан қағаз тапты. Онда Диананың қолымен жазылған. Ербол, мен сені шынымен сүйіп қалдым. Айгүлмен бірге болуымыз қиын болып барады. Бізге шешім қабылдау керек.
Айгүлдің қолы дірілдеді. Көзінен жас ақты. Ол қағазды ұстап диванға отырып қалды. Жүрегі сынып жатқандай болды. Кешке Ербол келгенде Айгүл қағазды көрсетті. Ербол ақсарылып, бұл тек әзіл болатын деді. Бірақ көздері шындықты айтып тұрды. Айгүл түнімен жылады. Менің жақын құрбым, менің күйеуім қалайша, деп ойлады. Таңертең ол Дианаға хабарлама жіберді, кездесейік, шұғыл. Айгүл түнімен ұйықтай алмады. Көз алдынан Диананың қолымен жазылған сол қағаз үздіксіз жүгіріп өтті. Ербол, мен сені шынымен сүйіп қалдым. Ол бірнеше рет тұрып, су ішіп қайтадан төсекке жатты. Жүрегі ауырып, кеудесі қысылып тұрғандай болды. Таң атқанша көзінен жас ақпай қоймады. Таңертең ерте тұрып Дианаға хабарлама жіберді. Бүгін кешке кофеханада кездесейік. Шұғыл, жалғыз кел. Диана бірден жауап берді, жақсы, келет. Бір нәрсе болды ма? Айгүл жұмыстан ерте шықты. Кофеханаға барып, терезе жақтағы үстелге отырды. Қолы дірілдеп кофе тостағанын әрең ұстады. Бірнеше минуттан кейін Диана келді. Әдеттегідей әдемі киінген, күлімдеген. Бірақ Айгүлдің бетін көргенде күлкісі бірден өшіп қалды. Айгүл, не болды? Бет аузың бозарып кетіпсің, деді Диана алаңдап. Айгүл сөзді ұзаққа созбай, қалтасынан сол қағазды шығарып үстелге қойды. Диана қағазды көргенде көзі үлкейіп кетті. Қолымен аузын жауып, бір сәт үнсіз қалды. Бұл қалай таптың? Дауысы әрең шықты. Ерболдың қалтасынан. Сен жазғансың ғой, Диана, мен сені сүйіп қалдым деп. Менің күйеуімді, менің орнымды. Айгүлдің дауысы үзіліп, көзінен жас ақты. Диана көз жасын сүртіп төмен қарады. Бірнеше секунд үнсіз отырды да баяу сөйледі. Иә, мен жаздым. Айгүл, мен сені алдағым келген жоқ. Бірақ бұл өзімнен тыс болып кетті. Ерболмен көп уақыт бірге болдық. Сен сапарда жүргенде, ол жалғыз қалғанда, мен оған көмектескім келді. Сөйлесіп қолдау көрсеттім. Бірте-бірте сезім пайда болды. Мен оны сүйіп қалдым. Сенен жасырғым келді, бірақ жүрегім шыдамады. Айгүлдің жүрегі пышақталғандай ауырды. Ол дауысын көтермей, бірақ қатты сөйледі. Диана, сен менің құрбымсың. Мектептен бері, университеттен бері. Мен саған барлық құпиямды айттым. Ерболмен қалай танысқанымды, қалай ғашық болғанымды, тойымызды. Сен маған қарындасымсың деп айттың ғой. Ал енді менің күйеуімді тартып алып жатырсың ба? Диана көз жасын төгіп Айгүлдің қолын ұстамақ болды, бірақ Айгүл қолын тартып алды. Кешір мені, Айгүл, мен сені жоғалтқым келмейді. Бірақ махаббатқа қарсы тұру мүмкін емес екен. Ербол да ол да маған қарай бұрылды. Біз ұзақ уақыт күрескенбіз, бірақ. Айгүл орнынан тұрып сөмкесін алды. Сен менің өмірімді қираттың, Диана, мен саған сендім. Енді қалай сенемін? Ол кофеханадан шығып кетті. Артынан Диананың Айгүл, тоқта деген даусы естілді. Тамат. Көшеде жүріп бара жатып, әлем өзгергендей сезінді. Жақын адамның опасыздығы жүрегін жаралап, сенімін мүлдем сындырды. Үйге келген Айгүл есікті қатты жауып, диванға құлады. Жылауға да шамасы жетпеді. Алдымен ашу келді. Ол телефонды алып, Ерболға хабарлады, кел, әңгімелесетін уақыт жетті. Ербол бір сағаттан кейін келді. Бет аузы бозарып, көздері қашқан. Айгүл оған қарап тұрып, салқын дауыспен. Сен Дианамен қанша уақыттан бері? Деп сұрады. Ербол төмен қарап, баяу сөйледі. Айгүл, мен саған опасыздық жасадым. Бірақ мен сені әлі де жақсы көремін. Диана ол жай ғана қолдау көрсетті. Сен жұмыста жүргенде, мен жалғыз қалдым. Ол келді, сөйлестік бірте-бірте. Бірте-бірте менің орнымда басты ма? Айгүлдің дауысы дірілдеді. Мен саған 3 жыл бойы адал болдым. Сен үшін барлығымды бердім. Ал сен менің ең жақын құрбымды таңдадың ба? Ербол кешірім сұрап, тізерлеп отырды. Бірақ Айгүлдің көңілі толмады. Ол ашумен. Шық. Қазір шық. Мен сені көргім келмейді, деді. Ербол кеткен соң Айгүл пәтерді айналып жүріп, олардың бірге түсірген суреттерін, сыйлықтарын қарады. Әр зат енді пышақтайтындай ауыртты.
Ол бір суретті қабырғадан жұлып алып жерге лақтырды. Шыны сынған дыбыс бөлмені толтырды. Түнде ұйықтай алмады. Ішінде екі сезім күресіп жатты. Бір жағынан Ерболға деген махаббат әлі бар еді. Екінші жағынан Дианаға деген өшпенділік өршіп тұрды. Мен не қате істедім? Мен жеткіліксіз болдым ба? Әлде олардың махаббаты шынайы ма? Деп ойлады. Таңға дейін жылап, ақыры шаршап ұйықтап қалды. Келесі күндері Айгүлдің өмірі мүлдем өзгерді. Жұмысқа барғанда әріптестері оның бетінен бір нәрсе сезді. Бірақ ол ешкімге айтпады. Түскі үзілісте телефонға қараса, Дианадан ондаған хабарлама келген. Кешір мені, біз әлі де құрбылармыз ғой, Ерболмен сөйлестім. Айгүл барлығын өшіріп тастады. Ортақ достар арасында да жағдай өзгерді. Бірнешеуі Диананы қолдай бастады. Махаббатқа қарсы тұру мүмкін емес қой, Айгүл. Кейбіреулері Айгүлді кінәлады. Сен жұмыста көп жүретінсің, Ербол жалғыз қалды. Айгүл өзін жалғыз сезінді. Үйге келгенде бос пәтер оны қарсы алатын. Ерболдың киімдері әлі шкафта тұрды. Ол бір күні барлығын қорапқа салып, есік алдына қойды. Ал келде ал деп ішінен ойлады. Әлеуметтік желіде Диана мен Ерболдың бірге суреттері шыға бастады. Диана жаңа бақыт деп жазыпты. Айгүл суреттерді көріп, жүрегі қайта-қайта сынып жатқандай болды. Бір демалыс күні Айгүл ескі альбомдарды ашты. Университеттегі суреттер, Дианамен бірге өткізген демалыстар, тойдағы суреттер. Әр фотода Диана күліп тұр. Сен менің қарындасымсың деген сөздері есіне түсті. Айгүл альбомды құшақтап жылады. Қалайша сонша жыл алдадың, Диана? Мен саған сендім. Сен менің өмірімнің бір бөлігі едің. Енді бәрі жалған болып шықты ма? Ол Дианамен бірге өткізген әр сәтті еске алды. Сақ түнгі әң. Бәрі енді уланғандай көрінді. Ашу мен сағыныш араласып, жүрегін қинады. Айгүлдің ішінде бірте-бірте басқа сезім оянды, кек алу. Ол жұмыста отырып, Диананың жұмыстан шығарылуын ойлады. Мен оны банкке алып келдім. Қазір шығарып жіберсем болады. Ерболдың беделін түсіру үшін ортақ таныстарына шындықты айтуды жоспарлады. Бір кеште ол ноутбукты ашып Дианаға қарсы пост жазуды ойлады. Бірақ қолын тоқтатты. Ішкі дауысы, бұл сені төмендетеді, Айгүл, сен одан да күшті болуың керек. Кек алумен емес, өз өміріңді жақсартумен жауап бер. Ол постты жазбай, компьютерді жапты. Бірақ кек алу ойы әлі де жүрегінде от болып жанды. Мен бұдан күшті шығуым керек. Олар мені сындырмауы тиіс деп өзіне уәде берді. Айгүлдің өмірі қараңғы туннельге ұқсап қалған еді. Жұмысқа баруда, үйге келуде ауыртпалық болды. Бір күні банктегі күнделікті жиналыста жаңа әріптес Арман таныстырылды. Ол маркетинг бөлімінің бас маманы болып келген. Жоғары бойлы, тыныш дауысты, көздері мейірімді жігіт. Жиналыс аяқталған соң Арман Айгүлге жақындап: Сіздің баяндамаңыз өте қызықты болды. Мен осы салада жаңаданмын, кеңес бере аласыз ба? Деп сұрады. Айгүл күлімсіреп, бірақ ішінен тағы бір адамға сенуге шамам жоқ деп ойлады. Дегенмен әдеп сақтап, жақсы, түскі үзілісте сөйлесейік деді. Түскі ас кезінде Арманмен әңгіме басталды. Ол өзінің Алматыға жұмыс үшін көшіп келгенін, бұрын Астанада болғанын айтты. Айгүл алдымен қысқа жауаптар берді, бірақ Арманның сабырлылығы мен шынайы тыңдауы бірте-бірте оны ашылдырды. Ол өзінің жұмысы туралы ғана емес, өміріндегі қиындықтарды да аздап айтты. Соңғы уақытта бәрі өзгеріп кетті деген сөздер шықты. Арман оны үзбей тыңдады. Кейде өмір бізге ауыр сынақтар береді, бірақ сол сынақтар адамды күшті етеді, деді ол жұмсақ дауыспен. Айгүлдің жүрегіне алғаш рет жылудың ұшқыны түскендей болды. Ол үйге келгенде Арманның сөздері есіне түсіп, бірінші рет күлімсіреді. Бірақ бірден өзіне өзі: тоқта, Айгүл, тағы бір рет алданба деп ескертті. Келесі күндері Арман кішкентай көмектер көрсете бастады. Жұмыстағы құжаттарды түсіндіріп, кофе әкеліп, әңгімелесуге шақырды. Айгүл онымен сөйлескенде Диана мен Ербол туралы ойламайтын сәттер көбейді. Бірақ түнде жалғыз қалғанда ескі жаралар қайта ашылатын. Диана мен Ерболдың қарым-қатынасы ашық түрде жалғасты. Әлеуметтік желіде олар біргеген хештегтер мен суреттер жүктей бастады. Мейрамханаларда, тауға шыққанда, тіпті Ерболдың бұрынғы үйінде.
Диана бір постында жаңа өмір, жаңа бақыт деп жазды. Комментарийлерде ортақ таныстар қандай әдемі жұп деп жазып жатты. Айгүл бұл суреттерді көргенде жүрегі қайта-қайта сынып жатқандай болды. Бір күні жұмыста әріптесі оған, Диана мен Ербол туралы естідім. Қатты қиналып жүрген шығарсың деді. Айгүл үндемеді, бірақ ішінен ашу өршіп тұрды. Диана Айгүлге хабарлама жіберіп кездесейік, бәрін түсіндіремін деді. Айгүл келісіп сол кофеханаға барды. Диана келгенде беті жарқырап, қолында гүл ұстап тұрды. Айгүл, мен сені өте сағынып қалдым. Ерболмен бірге болғаныма өкінбеймін, бірақ сенен айырылғым келмейді. Біз әлі де құрбылар бола аламыз ғой, деді Диана күлімдеп. Айгүл оған қарап салқын дауыспен. Сен менің орнымды бастың, Диана, менің күйеуімді, менің үйімді, менің өмірімді. Енді құрбылар болайық деп тұрсың ба? Сен менің бетпердеңді түсірдің. Мен сенің кім екеніңді енді түсіндім. Диана көз жасын төгіп кешірім сұрады, бірақ Айгүл оны тыңдамады. Ол орнынан тұрып, енді маған жақындама. Мен сенің өміріңде жоқпын деді де шығып кетті. Сол күннен бастап ортақ достардың бір бөлігі Диананың жағына шықты. Айгүл өзін толық оқшауланғандай сезінді, бірақ бұл оның ішкі күресін күшейтті. Айгүлдің психологиялық жағдайы нашарлады. Түнде ұйқысы бұзылып, күндіз жұмыста шоғырлана алмайтын. Ол өзін кінәлайтын, мен неге байқамадым? Мен жеткіліксіз болдым ба? Жұмыста көп жүргенім үшін бе? Бір күні ол интернеттен психолог іздеп онлайн кеңес алуға жазылды. Психолог оған бұл опасыздық травмасы. Сен шок, ашу және қайғы кезеңдерінен өтіп жатырсың. Өзіңді кінәлама, бұл олардың таңдауы деді. Айгүл күнделік жүргізе бастады. Онда өз сезімдерін жазатын, бүгін Диананың суретін көріп ашу келді. Ерболды сағынып қайғыладым. Өзімді жалғыз сезінемін. Ішкі күрес қатты болды. Кейде кек алу ойы оралса, кейде мен олардан күштімін деген ой жеңетін. Ол спорт залға жазылды, жүгіруге шықты. Дене шаршағанда мида тынышталатын сияқты еді. Арман жұмыста оны қолдауды жалғастырды. Бір күні ол Айгүлге, егер сөйлескім келсе, мен тыңдаймын. Ешқандай қысым жоқ деді. Айгүл алғаш рет оған өзінің оқиғасын толық айтты. Арман үнсіз тыңдап, сен өте күшті әйелсің. Бұл сынақтан өтесің деді. Айгүл өзін өзі қалпына келтіруге бел буды. Ол жаңа әдеттер енгізді, таңертең медитация, кешке кітап оқу, демалыс күндері қала сыртына шығу. Спорт залда салмақ көтеріп күшін сезінді. Жұмыста жобаларға белсенді кірісіп басшылықтан мақтау алды. Бір демалыс күні ол жалғыз өзі тауға шықты. Табиғаттың сұлулығы оның жүрегін жұмсартты. Мен бұл өмірді өзім үшін өмір сүруім керек. Басқалар үшін емес деп ойлады. Арман мен қарым-қатынасы баяу дамып келеді. Олар кейде кофеханаға барып ұзақ әңгімелесетін. Арман оны қысым жасамай, шыдамдылықпен қолдады. Айгүл оның қасында өзін қауіпсіз сезінді. Дегенмен ескі жаралар әлі де ауыртатын. Кейде түнде Диананың дауысы естіліп оянып келетін. Бірақ ол енді жыламай, бұл өтеді деп өзіне айтатын. Бір күні супермаркетте Айгүл кездейсоқ Диана мен Ерболды көрді. Олар қол ұстасып күліп тұрған. Айгүлдің жүрегі бір сәт тоқтап қалды. Диана оны көріп ыңғайсызданып қалды. Айгүл сәлем деді, Диана әрең. Ербол төмен қарады. Айгүл бірнеше секунд үнсіз тұрып тыныш дауыспен. Мен сіздерді көріп тұрмын. Бақытты болыңдар. Бірақ менің өмірімде енді орын жоқ. Өткенді қалдырайық деді. Диана бір нәрсе айтпақ болды, бірақ Айгүл артын айналдырып кетіп қалды. Супермаркеттен шыққан соң ол терең дем алды. Бұл кездесу оның ішіндегі соңғы тізбектерді үзгендей болды. Мен енді оларға байланбаймын. Мен бостанмын деп ойлады. Үйге келгенде ол Арманға хабарлап кездесуге шақырды. Сол кеште олар ұзақ серуендеді. Айгүл өзінің күшін сезініп алғаш рет болашаққа үмітпен қарады. Айгүлдің өмірі бірте-бірте жаңа ырғаққа түсе бастаған еді. Жұмыстағы жобалары сәтті өтті, Арман мен қарым-қатынасы жылы сенімді болып келеді. Бір кеште жұмыстан шыққан соң үйдің алдында Ербол тұрғанын көрді. Ол әдеттегідей сымбатты, бірақ бет-аузы шаршаңқы, көздері қайғылы еді.
Айгүл, сөйлесейікші. Бірнеше минут қана, деді Ербол дауысы дірілдеп. Айгүл бір сәт тоқтап, терең дем алды. Ішінде ескі ауырсыну қайта оянғандай болды, бірақ ол енді сол ауырсынуға бағынбайтын. Үйге кіріп, Ерболға отыруға рұқсат берді. Ербол диванға отырып қолдарын ысқылады. Ұзақ үнсіздіктен кейін сөйледі. Мен қатты қателестім, Айгүл, Дианаға деген сезім ол уақытша екен. Сен кеткен соң бәрі өзгеріп кетті. Мен сенің қасындағы тыныштықты, сенің күлкіңді, сенің мені түсінуіңді сағындым. Диана ол басқа. Біздің арамызда шынайы байланыс жоқ. Мен саған опасыздық жасағаным үшін өкініп жүрмін. Қайтадан бастайық. Мен бәрін түзетемін. Сенсіз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Айгүл оны үнсіз тыңдады. Ерболдың сөздері жүрегіне тиіп жатты, бірақ енді ол басқадан болатын. Ол баяу сөйледі. Ербол, мен сені 3 жыл бойы жақсы көрдім. Сен менің алғашқы махаббатым, менің отбасыма айналған адамым едің. Бірақ сен менің ең жақын құрбымды таңдадың. Ол сатқындық менің ішімді жарып жіберді. Мен түнімен жылап, өзімді кінәлап, сен үшін өмір сүргенмін. Енді мен өзім үшін өмір сүріп жатырмын. Сен менің өткенімсің. Мен сені кешірдім, бірақ қайта оралғым келмейді. Сенен кеткенім менің ең дұрыс шешімім болды. Ербол көз жасын ұстай алмай тізерлеп отырды. Мен сені жоғалтқым келмейді. Дианамен ажырасамын. Біз қайтадан бақытты бола аламыз. Айгүл орнынан тұрып есікке қарай беттеді. Жоқ, Ербол. Мен енді сол қыз емеспін. Сен менің өмірімді қираттың, бірақ мен одан күшті шықтым. Енді кет. Өзіңе жақсы өмір құр. Мен де солай істеймін. Ербол кеткен соң Айгүл терезеге қарап ұзақ тұрды. Жүрегі ауырғанымен ішінде бостандық сезімі толқып тұрды. Мен енді ешкімге тәуелді емеспін деп ойлады ол. 1 жыл өткен соң Айгүл қаланың орталығындағы үлкен кафеға барды. Кездейсоқ Диана сол жерде жалғыз отырғанын көрді. Диананың бет аузы жүдеу, көздері қайғылы еді. Ол Айгүлді көріп орнынан тұрды. Айгүл, сені көргенім қандай жақсы. Мен өте қатты қиналып жүрмін. Ербол кетті, достарым да алыстады. Мен сенің орныңды басып алғаныма өкінемін. Кешір мені. Қайтадан сөйлесейік. Айгүл оған қарап, тыныш және күшті дауыспен. Диана, мен сені кешірдім. Бірақ кешірім ұмыту емес. Сен менің өмірімді қираттың, бірақ мен одан күшті шықтым. Мен өз бизнесімді аштым, жаңа достар таптым, өзімді таптым. Сен енді менің өмірімде орын алмайсың. Өзіңе жақсы өмір құр. Мен де солай істеймін. Диана жылады, бірақ Айгүл оны құшақтамады. Ол тек бақытты бол деді де кетіп қалды. Кафеден шыққан соң Айгүл терең дем алды. Бұл бетпе-бет кездесу оның соңғы жүгін түсіргендей болды. Мен енді бостанмын. Толық бостанмын деп ойлады ол 1 жылдан кейін. Айгүлдің компаниясы өсіп бірнеше клиенті бар. Ол Арманмен үйленіп шағын үйге көшті. Таңертең олар бірге кофе ішіп, болашақ жоспарларын талқылайтын. Айгүл терезеге қарап, күннің шығуын тамашалады. Ішіндегі ойы, жақын құрбымның опасыздығы мені сындырмады. Ол мені қайта туғызды. Мен енді өзімнің күшімді, өзімнің құндылығымды білемін. Диана мен Ербол менің өткенім. Ал алдымда жарқын болашақ. Аружанмен және жаңа достармен жиі кездеседі. Ол әйелдерге арналған семинарлар өткізіп, сатқындықтан кейін қалай күшті болу керек деген тақырыпта сөйлейді. Көптеген әйелдер оған алғыс айтады. Кешке Арманмен серуендеп жүріп Айгүл: мен бақыттымын. Шынайы бақытты. Өзіммен, өз өміріммен, сенімен деді. Арман оны құшақтап, сен менің күшті әйелімсің деді. Күн батып, аспан қызғылт түске боялды. Айгүл күлімсіреп, жаңа бастау ең әдемі нәрсе деп ойлады. Оның жүрегі енді ауырмайтын. Ол толық қалпына келген, күшті, тәуелсіз әйел болатын.